Бүгін біз сіздерге пәтер сатып алуға арналған мемлекеттік сыйлықақыны күткеннен де көбірек алудың бір тәсілін айтамыз. Қызық па? Онда кеттік. Өз баспанаңызға қаражат жинау процесін қалай тиімді және қызықты етуге болады? Мұндай мүмкіндікті Отбасы банкінің отбасылық пакет опциясы ұсынады. Ол тек пәтерге ақша жинақтаудың тамаша жолы ғана емес, сонымен қатар бүкіл отбасы мүшелерін ортақ іске тартып, әрқайсысының өз үлесін қосуына мүмкіндік береді. Отбасылық пакет қалай жұмыс істейді? Отбасылық пакет жақын туыстарға депозит ашуға бірегей мүмкіндік. Бұл әр отбасы мүшесіне жинақтауға қатысуға мүмкіндік береді. Бұл әрбір салымға мемлекеттік сыйлықақының өз үлесін әкеліп, жинақтардың жалпы сомасын айтарлықтай арттырады деген сөз. Мемлекеттік сыйлықақы салым сомасының 20%-ын құрайды. Бірақ ол 200 айлық есептік көрсеткіштен аспайтын сомаға есептеледі. Бір салымшы бірнеше депозитке ие бола алады. Бірақ мемлекеттік сыйлықақы тек бір депозитке есептеледі. Егер отбасы мүшесінің барлығына депозит ашылса, мемлекеттік сыйлықақы әр салымға есептелетін болады. Жұмыс принципі: отбасылық пакетке ерлі-зайыптыларды, ата-ананы, балаларды, бауырлар мен әпкелерді қосуға болады. Әрбір отбасы мүшесі жеке депозит ашады және әр депозитке мемлекеттік сыйлықақы есептеледі. Тұрғын үй несиесін алғанға дейін барлық жинақтарды бір депозитке біріктіруге болады. Бұл барлық сыйлықақыларды ескере отырып, жалпы несие алуға мүмкіндік береді.